бір адам ғана тірі қалуы мүмкін. Журналист Гүлмира Әбіқай Атыраудағы оқиға жайлы тың дерек айтты. Белгілі журналист Гүлмира Әбіқай Алашорда YouTube арнасына берген сұхбатында Атырау облысындағы оқиғаға қатысты пікірін білдірді. Бұл туралы Алаш.kz ұлттық порталы Араша.kz сайтына сілтеме жасап хабарлайды. Қазір көпшілікті Мейрамгүл мен Наурыз, сондай-ақ Сұлтанның жұбайы Ақбаян аман-есен бе деген сұрақ алаңдатып отырғанын айтқан журналист бұл мәселеге қатысты өз болжамын жасырмады. Алайда оның пайымы көңіл көншітпейтін болып шықты. Егер көріпкел болсам, жағдайдың бәрін ашып айтар едім. Бірақ қазіргі кезде көріпкелдердің өздері де бір-біріне қарама-қайшы болжам айтып жүр. Елдің бәрі көріпкелден сұраңыз деген соң, әлемге танымал бірнеше көріпкелмен де байланыс орнаттық. Болжамдар әртүрлі. Ал жеке пікірімді айтсам, бір адам ғана тірі қалуы мүмкін. Ал 4 адам табылмайды деп ойлаймын, деді Гүлмира Әбіқай. Қадірлі көрермендер, бұл ақпаратты оқығанда ең алдымен адам жанының алаңын сезіндім. Қоғамды дүрліктірген мұндай оқиғаларда әр сөз, әр болжам халықтың үміті мен үрейін қатар қозғайды. Гүлмира Әбіқайдың пікірінде де сенсация қуалау емес, шынайы жағдайды жасырмай айтуға тырысқан жауапкершілік бар сияқты. Ол көріпкелдікке сүйеніп, нақты бір шешім шығарудан аулақ, бірақ өз ішкі түйсігін ашық айтты. Бұл журналист үшін оңай қадам емес, өйткені қоғам әр сөзге түрліше баға береді. Дегенмен мұндай сәттерде болжамнан гөрі сабыр мен нақты дерек маңыздырақ шығар. Қазір елге керек нәрсе алып қашпа әңгіме емес, ресми ақпаратпен үмітті үзбеу. Әр адамның тағдыры бір отбасының ғана емес, бүтін қоғамның жүрегіне салмақ салады. Сондықтан да бұл мәселеде біреуді қаралау немесе алдын ала үкім шығару дұрыс емес. Тергеу өз жолымен жүріп, ақиқат анықталады деген сенім болғаны жөн.